Пайғамбарымызға жасалған зұлымдықтар. Сафа төбесінен ашықтан ашық пайғамбарлығын жариялап, жалпы халықты исламға шақырған үндеуінен соң Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам Құрайш мүшриктері арасынан қарсылық білдіріп, қастандық ойлаушылар көбейді. Мүшриктер зұлымдық жасауда бір-бірінен қалыспады. Ал пайғамбарымыз болса, қажымай талмай халқын таухидке шақыра берді. Мүшриктер қасарысып, аталарының дінін, пұтқа табынушылықты үдете түсті. Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оларды адамгершілікке, түсіністікке, екі дүниенің ләззатына шақырған сайын көңіл көздері байланған бейбақтар жарқанаттың жарықтан қашқаны сияқты бақилық бақыттан бас тартты. Екі дүниенің сұлтаны оларды адамгершілік қасиеттерге үндеген сайын тас түнекке телміргендер кеуделерін көтеріп айуандықтарын асыра түсті. Әлемдердің мақтаны саллаллаху алейхи уассалам қапастағы көңілдерді мәңгі әдемілікке, өшпес әсемдікке, ғажайып өмірге тартса, олар оны кеудесінен итеріп білгеннің тілін алмай қатал қарғысқа ұшырады. Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өсиет, уағыздары арқылы қарайған көңілдерді пенделік тірліктен періштелік биікке көтеруге ұмтылды. Бірақ олар теке тіресіп бақты. Жақсылыққа ермегендермен қоймай кірленген көңілдер Әзірет Мұхаммедке сәт сайын залал келтіруді танбады. Қаскөйлік әрекеттерін жалғастыра берді. Залымдар зұлымдық жасауда бір-бірімен сайысып, ойларына келген істей берді. Ал Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам болса, наразылық күшейген сайын өзін-өзі қайрап жігерленді. Өйткені қашандақ адал жандардың тура жолдағылардың дұшпаны көп. Бұл мәселеде Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзіне дейін өткен пайғамбарлар өмірін өнеге тұтты. Адамзат жаратылғалы бері адалдықтың жолы ауыр. Пайғамбар атаулының бәрі басынан не күн туса да шыдамдылықпен төзе білген. Сабыр түбі сары алтын демекші, әр қашан аққа Алла жақ. Қара пиғылдылардың басым түскені дүние жалғанда болмаған. Егер сенің мұратың Алла жолына қызмет ету болса, тартынатын тіпті ештеңе жоқ. 124 мың пайғамбар Алланың әмірімен өз міндеттеріне кіріскен шақта не бір сорақылықтың, дарақылықтың тақсіретін тартқан. Қорлық пен зорлыққа кеуделерін керіп, шегініс дегенді білмеген. Қайраттары қажымаған, жігерлері жаншылмаған, мұраттары мұқалмаған, өйткені олар наразылықтың, илхамның қайрағы деп білген. Пікірлер қайшылығы, көз қарастар сәйкессіздігі ақиқатты туғызатындығына кәміл сенген.